Сәлем достар, сіздермен бүгін наггетсы рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге тауық еті, яғни филе, тұз, 2 орташа жұмыртқа және нан үгінділері, яғни панировочный сухари қажет болады. Тауық етін осылай майлықпен кептіріп аламыз жақсылап, екі жағынан майлықты аямай сүртіп шығамыз. Ендігі кезекте тауық етін алып, 4 бұрышты әдемі формада кесу қажет, немесе өзіңіз үйге дайындап жатсаңыз, балдарыңызға формасына көп мән бермей, өзіңізге қалай ыңғайлы, солай кесіп шығуыңызға болады. Және видеодағыдай көріп тұрғаныңыздай, осындай артық жерлерін әдемі болсын десеңіз, кесіп алып тастағаныңыз жөн. Тауық еттерімізді 4 бұрышты формаға келтіріп кесіп болдық. Енді үстінен 1 шай қасықтай тұз сеуіп, осылай жақсылап қолымызбен араластырып шығамыз. Тауыққа тұзы жақсы сіңу қажет. Келесі 2 орташа жұмыртқаны осындай ыдысқа жарып, үстінен тұз қосамыз да, кішкене араластырып аламыз. Бәрі дайын болды. Енді тауық етін алып, осылай жақсылап малып шығамыз. Жұмыртқа тауық етіне сіңу қажет. Содан соң тауық етін алып, панировочный сухариімізға саламыз да, екі жағын жабатындай үстінен сеуіп шығамыз. Бұл бірінші түрі панировканың. Енді екінші түрі осыған ұқсайды. Тауық етін алып жұмыртқаға малып шығамыз. Содан соң панировочный сухариға саламыз. Одан екінші рет тағы да қайталаймыз. Панировочный сухаридан шығарып, қайтып жұмыртқаға саламыз. Және қайтып панировочный сухариға салып дайындап қоямыз. Яғни 2 рет қайталаймыз. Бұл жеген кезде өте қатты айырмашылығы болмайды. Сондықтан өзіңізге ыңғайлы әдісін қолданасыз деп ойлаймын. Мінекей 2 түрлі әдіспен жасалған наггетсы. Келесі отымызды жағып, үстіне терең осындай шұңғыл ыдысты қойып, майды аямай құямыз. Май наггетсіміздің үстіңгі астыңғы жағын жауып тұру қажет. Енді майымыздың қызған уақытын күтеміз. Сұйық майымыздың қажетті температураға дейін қызып тұрғанын қайдан білеміз? Осындай ағаш қасықты алып, майдың ішіне саламыз. Сол кезде осындай кішкентай көпіршіктер пайда болу қажет. Ол дегеніміз майымыз қызып, дайын болғанын білдіреді. Келесі наггетсіміз 2 жағынан қызарып піскенше дайындауымыз қажет, бірақ 10 минуттан асырмаймыз. Дайын болу уақыты 10 минутқа дейін болуы қажет.
Мінекей дәмді және қытырлақ наггетсыларымыз дайын болды. Өзіңіздің үйіңізден міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мейрамхананың наггетсыларынан дым кемшілігі жоқ. Қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетсеңіз, мың алғысымды білдіремін. Лайк басып, комментарий жазып отыруды ұмытпаңыздар. Тағы бір айта кетерім, менің орыс тілінде екінші каналым бар. Оған да тіркеліп отырыңыздар. Төменде ссылкасын тастап кетем. Сау болыңыздар.